Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай әдемі балапан? Мұғалім Мұхамедиева Меруерт Бақдәулетовна. Бүгінгі сабақта мақсаты. Құрметті оқушылар, әдеттегідей жаңа сөздерге назар аударамыз. Балапан. Птенец, цыпленок. Жоғары, выше, высоко. Ушады, летает. Уя салу, вид гнездо, гнездится. Повторяем новые слова. Балапан, жоғары, ушады, уя салу. Енді осы сөздердің дұрыс айтылуына назар аударамыз. Дұрыс ай. Произнеси правильно. Жоғары, уя. Жоғары, уя. Оқулықтың 25-ші беті. Оқылым айтылым тапсырмасы. Мына суретте көгершіннің балапаны, балапан цыпленок, қарлығаштың балапандары, тоқылдақтың балапаны, құстар ұя салады, олар жоғары ұшады, тоқылдақ орманда мекендейді. Жақсы балалар, тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Послушай текст, отвечайте на вопросы. Құстар жанды табиғатқа жатады. Птицы относятся к живой природе. Олар жоғары ұшады. Они летают высоко. Құстар ұяларын ағаштың басына, үйдің шатырына, қораның төбесіне салады. Птицы строят гнездо на верхушках деревьев, на крышах домов, на крышах сараев. Құстың балапаны ұяда өседі. В гнезде растет птичье гнездо. Құстар біздің досымыз. Птицы наши друзья. Енді балалар сұрақтарға жауап береміз. Отвечай на вопросы. Құстар қандай табиғатқа жатады? Құстар жанды табиғатқа жатады. Нелер жоғары ұшады? Олар жоғары ұшады. Құстар ағаштың басына, үйдің шатырына, қораның төбесіне не істейді? Құстар ұяларын ағаштың басына, үйдің шатырына, қораның төбесіне салады. Құстың балапаны қалай өседі? Құстың балапаны ұяда өседі. Мынау балапан. Қандай балапан? Кішкентай балапан. Әдемі балапан. Қандай әдемі балапан? Жазылым тапсырмасы. Суретке қарап, сөйлемдерді толықтыр. Посмотрите на картинку, дополните предложение. Образец. Қарлығаш жоғары ұшады. Осы бос орындарға қажетті сөздерді қойып жазамыз. Оқылым тапсырмасы. Прочитаем диалог. Қандай әдемі балапан? Бұл ненің балапаны? Бұл тоқылдақтың балапаны. Тоқылдақ қайда мекендейді? Тоқылдақ орманда мекендейді. Тоқылдақ ұясын қайда салады? Ол ұясын ағаштың басына салады. Тоқылдақты неге орман дәрігері деп атайды? Себебі ол ағаштарды қорғайды. Ағаштарды. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.